Бүгін 16 сәуір сабағымызды бастаймыз. Classroom платформасында амандасып, кімнің сабақта кім жоқ бар екенін тексердік. Енді бүгінгі сабаққа көше берсек болады. Бүгінгі сабақтың тақырыбы экскурсия жүргізушісінің сөйлеу мәнері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты экскурсия жүргізушісінің сөйлеу мәнерін үйрену. Қазір сендерді бағалау критерийімен таныстырамын. Бағалау критериясы өткен тақырыптарға сұрақтарға жауап береміз, одан кейін сөйлеу мәнерін үйренеміз және қолдана аламыз. Осыны сабақтың соңында игерген студенттер бағаланады. 90-нан 100 балл арасы 5 деген баға, 80-нен 89 баға 4 деген баға, 79 бен 50 балл арасы 3 деген бағаны аламыз. Ең бірінші жаңа тақырыпты бастамас бұрын, өткен тақырыпты қайталау мақсатында Q қосымшасы арқылы тест сұрақтарына жауап береміз. Телефондарын қолдарыңа алып, қазір код шығады. Сол бойынша тест сұрақтарына жауап береміз. Бәрі түсінікті ма? Иә, апай. Иә, түсінікті. Телефондарыңды дайындай беріңдер, Q қосымшасына кіреміз. Экранда көрініп тұр, 75, 64, 76 кодты басып тереміз де. Қосылдым. Міне қосылғандар экраннан көрініп тұрады. Экранда бізге көрініп тұр, кім қалай жауап беріп атқан, кім дұрыс жауап беріп атыр, кім дұрыс емес жауап беріп атыр. Үшінші орын Теміржан, екінші орын Алуа, бірінші орынға Нұрдәулет. Жақсы жауап беріпсіздер. Кесте бойынша кім қандай сұрақтан қателесті, бәрі көрініп тұр. Журналыма белгілеп алдым, кім жауап берген, кім қанша сұраққа жауап берген. Енді сабағымызды ары қарай жалғастырсақ болады. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын кішкене миға шабуыл жасайық. Өткен сабақтан бір-екі сұрақ қоямын қазір, соған қол көтеру арқылы жауап береміз. Экскурсовод интуициясы дегеніміз не? Кім жауап береді? Айтсам бола ма? Нұрдәулет, айта ғой. Экскурсовод интуициясы дегеніміз ол бір заттан көп затқа ой өрісін ауыстыру. Жақсы, рахмет, қабылданды. Келесі сұрақ. Экскурсиялық шеберлік дегеніміз не? Мен жауап берсем Кім жауап береді? Бұл дегеніміз профессионалдық шеберліктердің элементтерін өзіне қосуын айтамыз. Мысалы, методикалық және тағы да басқа шеберліктерін өзін қосып, экскурсоводтың шеберлігін анықтау. Рахмет көлік жауабыңа. Қалғандарыңыз микрофондарыңызды өшіріп қойыңыздар. Бүгінгі жаңа тақырыпқа көшеміз. Бүгінгі тақырыбымыз экскурсия жүргізушісінің сөйлеу мәнері. Экскурсия тақырыпты қабылдау үшін ол дыбыстық және бейнелеу бойынша құрылады, дыбыстық және бейнелеу арқылы. Дыбыстық қабылдау дегеніміз ол экскурсоводтың қайнар көзі болып табылады. Экскурсоводтың дұрыс сөйлеуі арқылы экскурсияның қалай жақсы қабылданғанын білеміз. Экскурсовод экскурсанттарға араласу барысында мынадай тұлға болу керек. Бірінші ол ақпарат беруші. Ол топқа білім береді. Және топтарды өзіне қаратып, бүкіл ақпаратты оларға толық жеткізеді. Ақпарат беруші арқылы. Екінші ол түсіндіруші. Ол экскурсия объектінің бақылау және әңгімелеу барысында түсіндіріп өту керек. Ол экскурсияның барысында экскурсияға көрсету арқылы объектіні бақылап тұрған кезде экскурсанттар сол барысында түсіндіріп өтеді. Үшіншіден, экскурсовод экскурсанттарға сұхбаттасушы. Мысалы, собеседник деп айтамыз, экскурсанттар сұрақтар қою арқылы экскурсоводты әңгімеге тартады. Мысалы, мынау қай жылы ашылды, бұны кім салды деген сияқты сұрақ жауап арқылы экскурсовод пен экскурсанттардың арасында байланыс жүреді. Төртінші, ол кеңесші ретінде.
деп жүреді. Бұл экскурсияны әңгімелеу барысында экскурсовод ақыл айтып отыратын. Келесі біздің экскурсия жүргізу сөйлеу мәнерінде біз өткен сабақта экскурсия жүргізу шеберлігі тақырыбы өткен болатынбыз. Сол тақырып бойынша шығармашылық жұмыстар сіздерге тапсырылған болатын өздеріңізге. Сол тапсырмаларды қазір бейнематериал көру арқылы көреміз. Бейнематериалды көріп болғаннан кейін өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісесіздер. Мысалы, экскурсия жүргізушілердің қазір бейнематериалдан көрген сөйлеу мәнері, дикциясы қалай жүзеге асқанын байқаймыз, бәріміз бірге көреміз, тамашалаймыз. Біздің бірінші аялдамамыз Түркістан қаласы немесе көне атауы бойынша Яссы қаласы. Бұл қала 5-6 ғасырда іргесін қалаған. Яссы қаласы 15-18 ғасыр аралығында Есім ханның бастауымен Қыпшақ хандығының астанасы болған. Дәл осы қалада сіз көне тарихи ескерткіштерді көре аласыздар. Мысалы, орта ғасырлық сәулет өнерінің көрнекті Ахмет Яссауидің ғасырда өмір сүрген бүкіл шығыс қайсысы түркі арқанат Ахмет Яссауидің кесенесі. Келесі Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің батысының арасынан оңтүстігіне қарай 12 метрлік жерде орналасқан Есім ханның кесенесі. Кесене қирап бұзылған қалпында ғана жүрген. Ол 18-19 ғасыр аралығында қираса келеді. Бүрілген бүршік 4 бұрышты етіліп өрілген. Қасбеттері жылтыр, қалақтастың геометриялық ойын өрнектер түрінде әшекейленген. Кесенелерден басқа орта ғасырлардың шығыс моншасы мен жер асты мешітінде көресіздер. Біздің келесі аялдамамыз Отырар қаласы. Отырар орта ғасырлық қала. Отырар 8 ғасырдың басында Тарбан деген атымен белгілі. Оларда күлтегін және бірге қаған сәтіне арналған көне түркі жазбаларында кездеседі. 7 ғасырдағы араб географы Якут Тарбан Тұрар Тарбан қала деп жазады. 1212 жылы Хорезмшах Мұхаммедтің Отырардағы билеушісі Қайыр ханның әмірімен Шыңғыс хан керуенінің саудагерлері өлтірілді. Бұл Шыңғыс ханның Орталық Азияға шапқыншылық жасауына сылтау болды. Тарихи әдебиеттерде бұл қырғын Отырар апаты деген атпен белгілі. 1219 жылғы күзде моңғол әскерлері Отырарға жетті. Моңғол шапқыншылығы салдарынан Отырар қиратылып, қала тұрғындары қырғынға ұшырады. Бірақ 1919 жылы апаттан кейін Отырар қайта жанданды. Қазіргі уақытта Отырар 5 ғасыр. Төбенің ең биік жері 18 метр, жалпы аумағы 200 гектар. Көріп тұрғандарыңыздай қала дуалмен қоршалған. Оның солтүстік, шығыс және шығыс жақтағы құрылыстары жапсырып сақталған. Негізгі төбені айналдыра қазған орлардың орны бар. Қаланың 3 қақпасы болған. Орталық қақпа оңтүстік жағында орналасқан. Археологиялық қазба жұмыстары қала орнындағы мәдени қабаттарды анықтап, олардың қай уақытта болғанының құрылыс орындарын кезеңге бөліп талдау жасауға мүмкіндік берді. Здравствуйте, на сегодня мы ваши гиды-экскурсоводы. Тема нашей экскурсии – это индивидуальный тур «Волшебная Алмата». Во время этой экскурсии вы познакомитесь с историей города, прогуляйтесь по одному из старейших парков Алматы и проникнитесь азартным самый настоящий восточный базар города – Зеленый базар. А также вы посетите большое Алматинское озеро, оно знаменито своими горами и красивым пейзажем. На протяжении нашей экскурсии мы будем ездить на двухэтажном автобусе, который рассчитан на 20 человек. Первым объектом, который мы посетим, будет музей города Алматы. Вы сможете поближе познакомиться с историей южной столицы Казахстана. Этот современный музей, оснащенный мультимедийными средствами, несомненно увлечет вас богатыми музейными коллекциями.
А также за короткое время вам предстоит возможность изучить историю региона со времени Великого Шелкового пути. После первого обеда в 16:00 у нас будет остановка на обед в местном кафе «Медиа Кафе». Обед у нас продлится до 17:00. Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где находится, пожалуй, самое фотографируемое здание в городе Свято-Константиновский кафедральный собор, а также мемориал славы и вечный огонь, посвященный памяти бойцов за свободу и независимость страны. На любимом горожанам зеленом базаре, где невозможно удержаться от покупки, бывшие золотые крики продавцов. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу настоящего азиатского базара. Приехав на Большое Алматинское озеро, вы можете наблюдать вокруг горы, а также дышать свежим воздухом. Вокруг знаменитые горы Алатау, а посередине стоит прозрачное озеро, красивые виды, где можно сделать отличные фотографии. Если вам очень понравилась экскурсия, и получили отличные впечатления, пожалуйста, ждем в следующий раз. Большое уважение с вашей стороны, вы нас очень поддержали, ждем вас в следующий раз. Надеюсь, вам понравилась наша экскурсия. До свидания. До свидания. Hello, dear excursionists. My name is Diana, and I invite you to a tour of the holy places of the city of Turkestan. A historical tour to Turkestan will not leave anyone indifferent. It will give you the opportunity to see historical monuments and museums, touch objects that are more than 1,000 years old. Listen to stories and legends associated with each unique place and relax and spend time to good use. Otrar, one of the largest cities in Central Asia, now the ancient settlement in the Otrar district of the Turkestan region of Kazakhstan. It's located in the lower reaches of the Aras River. The height of the main hillock from the soil is up to 18 meters. The remains of the urban wood have been preserved. In 2001-2004, the UNESCO, Kazakhstan and Japan projects preservation of the ancient city of Otrar was carried out. The revival of the ancient Otrar has been operating. It's planned to create an archaeological open-air museum. Mausoleum of Arsambab, a mausoleum on the grave of a teacher and spiritual mentor Khaja Ahmed Yasawi, religious mystic and preacher Arsambab. Since 1982, the mausoleum of Arsambab has been under state protection. The mausoleum is a tomb and memorial mosque and is a place of pilgrimage for Muslims. Currently, over the grave of Arsambab, there is a mausoleum with an area of 35 and 12 meters, made of burnt brick and alabaster mortar in the front wall masonry. The main facade is flanked by two minarets and decorated with sterling brickwork. The surviving building was built in the first decade of the 20th century. It's a multi-chamber complex of the transverse axial composition. Mausoleum of Khaja Ahmed Yasawi, a mausoleum on the grave of the poet and preacher Khaja Ahmed Yasawi. The modern mausoleum was built on the burial place of the Sufi poet Khaja Ahmed Yasawi, who had great authority amongst the Muslims of the region and had a significant influence of Islam in Central Asia. He died in 1166 and was Өте тамаша. Көрдіңіздер, қандай бейнематериалдар. Қазір сіздерге сұрақ. Осы көрген бейнематериал бойынша экскурсоводтардың сөйлеу мәнері, дикциясы, тембрі қалай жүзеге асты және
экскурсия жүргізу шеберлігін сипаттауларыңызды сұраймын. Көрген бейнематериал бойынша пікірлеріңізді айтамыз. Менің ойымша, осы үш видеода сол экскурсияны жүргізген экскурсоводтар, олар мәдени сөзбен сөйлеген болатын, яғни олардың Енді сабағымызды бекіту мақсатында бүгінгі жаңа тақырыпты қалай меңгергендеріңді білу үшін қазір true, false деген сұрақтарға қоямын. Бұл сұраққа жауап береміз. Дұрыс болса true, дұрыс болмаса false деп. Жарай ма? Бірінші сұрақ. Экскурсияда сөйлеудің орташа темпі минутына 60 сөз сөйлеу. True. True. Жақсы, қабылданды. Дұрыс. Келесі, екінші сұрақ. Экскурсовод барлық екпіндер түрлерін білгені маңызды емес. False. Дұрыс. Білу маңызды, е? Жақсы, келесі, үшінші сұрақ. Кім жауап береді? Үш студент осы бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Маған сабақ өте ұнады, сұрақтарым бар, және мен білім қоржынымды ұлғайттым. Осы үш сұраққа бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия кім жауап береді? Бүгін сабақтар аз атсалысқан студенттер жауап береміз, отырмаймыз. Апай, мен айтсам бола ма? Наргиз айта ғой. Маған сабақ өте ұнады, жаңағы сіздің айтып өткен бүкіл жаңағы ашық сабағыңыздың. Одан кейін жаңағы көрсеткен үш бейне материалдар да ұнады, жаңағы балаларға берілген жаңағы тапсырманы дұрыс орындай білді, және де осы жердегі сөйлеу дикциялары жаңағы бізге, мысалы, экскурсанттарға дұрыс жеткізе білді, және де қызықтыра білді осы жаңағы экскурсияны. Мысалы, біз мына жерден көріп, жаңағы сол жерге барғымыз өте келіп кетті. Қызығушылықтарымызды арттырды, е? Иә. Жақсы, рахмет. Көріп тұр. Қазір сол бойынша қазір бағаларыңды журналға қоямыз. Бүгінгі сабаққа белсенді қатысқан студенттерге Абдрахманова Қымбат 5. Үй тапсырмасы Жолдасбеков кітабынан 58-ші бет пен 64-ші бет аралығында конспекті керек жерлерін жазып аламыз және бақылау сұрақтарына жауап береміз. Бұл үй жұмысын Classroom платформасына тіркейміз. Мен тексеріп бағаларыңды қоямын. Сабақ аяқталды. Жақсы, рахмет. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз.